Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен өте дәмді, өте жұмсақ бауырсақ даярлайтын боламыз. Бұл рецептпен даярланған бауырсақты бір жесеңіз, жегіңіз келе береді. Мен бұрынырақта сіздермен бауырсақ рецептімен бөліскен болатынмын. Бұл рецептке түзетулер жүргіздім. Нәтижесінде ең нәзік бауырсақтар пайда болды. Видеоны көрмес бұрын міндетті түрде каналға тіркеліңіз. Өйткені мен сіздермен тек қана ерекше тағамдардың, әртүрлі торттар мен десерттердің мастер-классымен бөлісемін. Бауырсақ үшін 500 мл сүт, 50 грамм сары май, 8 грамм дрожжи, 50 грамм қант, 1 шымшым тұз және 680 граммдай ұн қажет. Алдымен апара даярлаймыз. Апара бауырсақтың жақсы көтерілуіне кепілдік береді. 500 мл сүтті жылытып аламыз, бірақ ысытпаймыз. Оған дрожжидің барлығын қосамыз және қанттың жарты бөлігін қосамыз. Дрожжи мен қант еруі үшін оны винтикпен жақсылап араластырамыз. Апараға 4 ас қасық ұнды толтырып қосамыз. Ұнды міндетті түрде алдын ала елеп аламыз. Апараның консистенциясы сұйық сметана секілді болу керек. Егер қоюырақ немесе сұйығырақ болған жағдайда ештеңе етпейді. Ұнды біркелкі болғанға дейін, яғни ешқандай түйіршік қалмағанға дейін жақсылап винтикпен араластырамыз. Жақсылап араласқан апараның бетін пищевая пленкамен жауып, оны жылы жерге 15 минутқа қалдырамыз. Апара өзінің көлемін 2,5 есеге ұлғайту тиіс. Апара өте жақсы көтерілді, біздің нанымызда, яғни бауырсағымызда өте жақсы көтеріледі деген сөз. Бұл дрожжидің жақсы жұмыс істейтінін білдіреді. Апараны қалған еленген ұнға құямыз. Сонымен қатар ұнға ертілген сары майды, қалған қантты және 1 шай қасық тұзды қосып, оны араластырып қамыр илейтін боламыз. Мен алғашқыда апарамен қосқанда 600 грамм ұнды қолданып, сонымен қамыр илей бастадым. Қамыр өте сұйық болғандықтан мен оған шамамен 80 грамм ұнды елеп отырып қостым. Сондықтан қамыр илеген уақытта ұнның барлығын қолданбай, бір бөлігін бөлек ұстаңыз. Себебі ұнның сортына байланысты азды көпті өзгеріс болуы мүмкін. Бірақ ұнды берілген көлеммен өте көп қосуға болмайды, себебі бауырсақтар тығыз болып, жөнді көтерілмей қалады. Бізде осындай өте жұмсақ, аздап қолға жабысатын қамыр пайда болуы тиіс. Қамыр тез көтерілу үшін оның бетін сулы орамалмен жабамыз. Духовканы 30 градусқа дейін қыздырып, содан соң өшіріп тастаймыз. Ыдыстың астына жылы су қоямыз. Қамырды духовкаға 1,5 сағатқа қалдырамыз. Сонда жылы жерде тұрып, қамыр өте жақсы көтеріледі. Өздеріңіз көріп отырғандай қамыр өте жақсы көтерілді. Оның жан-жағын барлығын бастырып аламыз. Қамырды жайған уақытта ешқандай ұн қолданбаймыз. Қолымызды нан жаятын орында аздап күнбағыс майымен майлап аламыз. Қамырды жұқа етіп, оқтаумен жайып шығамыз. Бауырсақты стаканның көмегімен дөңгелек етіп, немесе өздеріңіз пышақпен 4 бұрыш етіп кессеңіздер де болады. Дөңгелек етіп жайған жағдайда қиындыларының барлығын жинап, оны бір илеп, оны жарты сағатқа қалдырамыз. Жарты сағат көлемінде ол қайтадан көтерілуі тиіс. Қайта көтерілгеннен кейін барып жаямыз, қайтадан дөңгелектеп жасаймыз. Себебі қиындыларын бірден дөңгелектеп бауырсақтар жасайтын болсаңыз, ол көтерілмегендіктен бауырсақтар тығыз болып шығуы мүмкін. Кесілген бауырсақтардың бетін салафанмен жауып, 20-30 минутқа бөлме температурасында қалдырамыз. Бауырсақ тұрған жерде ешқандай сквозняк болмағаны жөн, сонда бауырсақтар өте пышный болып көтеріліп, өте дәмді, нәзік болып шығады. Бауырсақтарды көп көлемдегі майда жан-жағын айналдыра отырып пісіріп аламыз. Өздеріңіз көріп отырғандай бауырсақтар өте пышный болып келеді. Оның жан-жағын айналдырып отырамыз. Осымен біздің өте жұмсақ, өте нәзік, үлпілдеген бауырсақтарымыз дайын. Сіздер де міндетті түрде осы рецепті пайдаланып, даярлап көріңіздер. Алдағы уақытта сіздермен тек қана ерекше тағамдардың, әртүрлі торттар мен десерттердің, сонымен қатар пайдалы кеңестермен бөлісетін боламын. Сондықтан міндетті түрде менің каналыма тіркеліп, жаңа видеоны жіберіп алмас үшін міндетті түрде қоңырауды басып қойыңыз. Менімен бірге болып, менің каналымның дамуына үлесіңізді қосып жатқаныңыз үшін сізге көп алғыс айтамын.